Мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев Жамбыл өңіріне жасаған сапарында 2025 жылға қарай мәдениет саласы қызметкерлерінің жалақысы 100%-ға өсетінін айтты. Министр облыс тұрғындарымен кездесу барысында бірқатар мәселені көтеріп, жолданған сауалдарға жауап берді. Сөзінше, сала қызметкерлерінің жалақысы 2021 жылдан бастап көтеріліп келеді. 2025 жылға қарай 20%-дан 100%-ға дейін жетеді. Жалақылар 2 есеге көбеймек. Мемлекет еңбекақыны көтеруге әрқашанда ниетті. Алайда біз инфляция мен экономикалық жағдайды ескеріп есептеуіміз керек. Нарықтың да кіріс шығыстары бар, деді Дәурен Абаев. Сонымен қатар жауапты ведомство басшысы аймақтағы арт спортқа 2 миллиард теңге бөлінгенін және келер жылдан бастап бұл бағытты қаржыландыру жұмыстарынан қиындықтар болмайтынын жеткізді. Жиында спортшыларға өмір бойына берілетін төлемақыдан бастап жас мамандарды уақытша баспанамен қамту, саладағы техникалық қызметкерлердің айлығын арттыру мәселелері қозғалды. Министр сауалдарды қарастырып, шешімін үкіметке ұсыныс ретінде жолдайтынын мәлімдеді.